Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Менің есімім Нұрлан Жұманбайұлы. Мен Қайрат Рысқұлбеков орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімімін. Менің қолымда Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер теологиясы». Бұл кітап қазақ хандығының құрылуы жайында баяндалады. Біздің кітапханаға келіп, осы кітапты оқуға кеңес беремін. Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебінің 11-ші А сынып оқушысымын. Сіздің назарларыңызға мен Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романын ұсынғым келеді. Мен Дүйсенбаева Гүлнар, Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебінің 11-ші А сынып оқушысымын. Сіздердің назарларыңызға Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» кітабын ұсынғым келеді. Орта мектебінің 11-ші А сынып оқушысы мен Бекмахмет Әли. Сіздердің назарларыңызға Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романын ұсынғым келеді. Мен Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебінің оқушысымын. Нұржан Нұрталиев «Ғажайып жерге саяхат» деген кітапты оқуға кеңес беремін. Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебі Уәлиулдин Мади «Қобыланды батыр» кітабын оқуға ұсынамын. Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебінің Айткали Бамадина оқушысы «Гарри Поттер» кітабын ұсынамын. Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебі Самат қызы Дария «Ғажайып жерге саяхат» атты кітабын ұсынады. Рысқұлбеков орта мектебінің оқушысы